Бекзат! Бұған дейін біз көз түйістірді Инстаграмнан көріп отыратынбыз ғой. Қазір тірілей көруге келдік, өз көзімізбен көріп отырық. Бұл ұлттық гимнастикалық Бакудың аренасына келдік. Мына жерде көрермендер отыр, арғы шетте. Бүгін осында Шафқат Рахман, Азат Мақсым келді. Бүгін Нұрбек Қарабала және Нұрдин Садық сияқты үлкен кісі тұлғалар келді. Бүгін сұхбат аламыз деген ойдамыз. Бүгін көз түйістіру ат, Физип Торрес, Магомед Перейра. Бұл өте керемет. Мұнда тіпті қиын кірудің өзі. Қанша тексерістен өттік. Көп адам жиналды, зал толуға. Сердауның өзіне. Surprise perks, free ticket giveaways, and much more. Sign up at UFCFightClub.com. Леон Мерфи мен Арнольд Аллен жартылай жеңіл салмақтың өткелстар жігіттері. Бүгін қонақ болып келді. Let's get these guys on the stand. Матчмейкер. Кантер Хампл мен Майк Майнард келді.
Бүгін сіздердің яғни көз түйістіруді бітірдік. Бізде қазақтар тым көп қолдауға келген. Қазір солар может сұхбаттасады да шығарымыз. Мына жақты түсірсең де болады. Атмосфера енді сұмдық. Жүр кеттік. Қалай чувство қалай болды? Керемет. Мощный болды бәрі. Керемет. Асумен Бекзат жыртады ғой. Я сөйлей керек вообще. Керемет атмосфера болды. Бана бірінші Бекзат шықты ғой, сонда қандай сезімде болдыңдар? Мә кәм. Қалай айтсақ болады, даже сезіммен білдіру қиын на самом деле ұрғанда кәм. Кім бүгін фейс-то-фейс болды. Қазақтарды көріп, өзімнің туыс бауырларымды көргенде қатты қуанып, керемет болды. Тамақ деген қарылық қалды. Мына бүгінгі тамақты Асу мен Бекзатқа құрбан қылдым, бауырым. Сенің дауысың естілді. Естілді ма? Шыңғырдым мен. Бүкіл Қазақстанның атынан шыңғырдым. Бір-екі сұрақ қойып жүрсеңіздер, мен соған чөткі жауап беріп жүрсем. Ертең бой туралы не айтасың? Ертең бойға енді. Бірінші Бекзаттан бастайық. Бекзат Алмахан бұйырса сақадай сай. Неге десеңіздер, өзім көзбен көріп қарап жүрдім. Алла қаласа бауырымызға күш қуат, сәттілік тілеймін. Асу бұйырса енді Азат бауырымыздың үлкен бір кегін алады. Алла қаласа көресіздер. Өзбекстан орнамыз жұлып алып кетті де, енді оған өкініш жоқ, енді бір енді бізден кете отыр ғой. Иә. Бізге осындай керек па шынымен? Қабат деген айдай қалдық. Жалпы құрметті бауырлар, бұл үлкен мәдениет. UFC-дің өзі үлкен мәдениет, бұл Қазақстанда өтуі керек. Өтсе, мен ойлаймын, жан жақтан үлкен туристер келеді. Еліміздің дамуына, еліміздің туризмына үлкен бір септігі болады деп ойлаймын. Және де көптеген мысалға анау шетелден келетін қонақтар, бауырлар елімізді көріп, енді мына қазір Бакудың өзінде қанша 10 күн деп, 15 күн деп жатып, көп ақша тастап кетіп жатыр да, рас. Ол гостиница, қонақ үй деген секілді. Сіздердің өздеріңіз бір апта болдыңыздар. Иә, маған мысалға мен Бакуға осы UFC-ға келмесем келмейтін едім. Баку қатты ұнады. Мен Бакуға келесіде отбасында жанкүйер болып келіп жатырмыз, тек жеңіс тілейміз. Қай қаладан келдіңіз? Семейден келдік. Семейден келіп отыр ағамыз. Міне, тағы да ағамыз. Міне. Ассалаумағалейкум деп қойыңызшы. Қазақтарға жеңіс только. Әсер мықты. Иә, бірінші Қалай мықты әсер жесткий. Машалла, жақсы. Иә, құрмет бауырлар, бұны келіп көру керек. Өйткені камераның ар жағынан біз бере алмайды. Шыны керек. Рас қой, мына жердегі атмосфера, мына жердегі аура, ол бөлек, бұл үлкен мәдениет негізінде. Біздікілер ойлайды, құр төбелес, ол не деп. Бұл жердегі жаңағы бауырларымызға деген және де мына жерде қазақтарды көресің, бауырын көргенде кәдімгідей шабыт бірігіп жатырмыз мына жерде. Рухтанып, рух беріп жатыр. Міне. Және де құрмет бауырлар, өзбек ағайындар шыға ма, біз айғайлап шулап жатырмыз. Және де Әзербайжан бауырларымыз ба, бауырмашылығымызды арттыруымыз керек, және өздері де қарап қуанып жатыр да. Аренада бар ғой, мен былай бір астынан қарап отырмын, маған ерекше көрінді да. Қазақтар көп сияқты болды. Неге? Себебі енді бір жағынан біздікілер оны сүйет, төбелес деген кезде ішкен асын жерге қояды. Және де Ақтаудан, Алматыдан келіп жатқандар көп. Біріншіден, бұл жақын мемлекетте болып жатқандықтан, бізге ұшып келуге оңай ғой, Баку жақын болғандықтан қазақтар өте көп. Және де екі қос бірдей бауырларымыз төбелесіп жатқандықтан, енді барлығы келіп жатыр ғой енді. Иә, мықты, өте мықты деңгейде болады ертең. Бакудың бүгін ауа райы да тамаша болып тұр. Атмосфера енді от. Салқын солып тұрған жоқ байға. Иә. Менің бауырым ішім ашып тұр. Айтайын ба? Семейдегі Байрем деген өзіміздің фастфуд бар. Соны осы жерге әкеп қою керек еді деп қойғасын ба? Иә. Міне бауырларымыз, қай жақтан келдіңіз сіз? Ассалаумағалейкум. Байқоңырдан? Сонау Байқоңырдан келіпті. Ертең ракета ұқсап ұшады біздің жігіттер. Көресіздер. Асу мен Бекзатқа жеңіс тек. Сәттілік емес, жеңіс. Осы UFC-ге арнайы осы үшін келдің ба? Иә, Бакуға осы досым екеуміз. Не арқылы келдіңіздер? Алматы арқылы ма, Ақтау арқылы ұштыңыздар ма? Алматыдан ұштық. Охо, Қайреке келіңізші. Ассалаумағалейкум. Сіз қай жақ қаладан келдіңіз? Мен Оралдан келіп тұрмын ғой. Міне, Оралдан келіп отыр бауырларымыз. Тамаша. Асу ағамды қолдауға, иншалла. Құдай қаласа. Қазақтар көп. Бит қасаң бір қазаққа, бит қасаң бір қазаққа дейіп жатыр ғой бауырым.
оның өзі қуантады. Міне, бауырым сіз қай жақтан? Ақтау. Дартем, Асудан інісімін. Әні, Асудың інісі. Командаласым. Тамаша. Дартемнің СММ полный. Посттарды мен салам. Жарайсыз бауырым. Алла разы болсын. Сіз бауырым қай жақтан? Алматы. Алматыдан. Тамаша. Міне, мынаны қараңыздар. Кішкентай бауырымыз келіп қапты. Атың кім? Ассалаумағалейкум. Алиби. Әліби, қай жақтан келіп отырсыз? Астанадан, бірақ негізі көшіп кетеміз. Ата Алматыдан. Молодец, жарайсың, бауырым. Дайындалып келген ба? Міне қараңыздаршы. Қазақстан. Міне, нағыз фанат. Асу, Бекзат көріп атсаңыздар, міне. Бауырымыз, тамаша. қойдыртып алу керек осы. Қолын қойдырту керек, иә. Сіздің есіміңіз кім аға? Айбек. Айбек деген ағамыз. Қай қаладан? Бірге, иә? Астанада әкесімін ғой бұл бала. Жапчас. Ағасыма деп қалдым ғой сізді. Тамаша енді. Ассалаумағалейкум. Қазақсыз ба? Иә. Қай жақтан келдіңіз аға? Ақтау қаласынан. Ақтаудан келіп отыр. Міне достарымыз мен Ақтаудың балдары. Ақтөбе. Ақтауданбыз. Міне, бауырлар, ассалаумағалейкум аға бауырлар. Міне. Қалдарыңыз қалай аға? Қай жақтан аға? Ақтау. Ақтаудан келіп отыр. Адай шалдың ұрпақтары, бабаларымыз, батыры, ағаларымыз. Қай жақтан? Ақтаудан келдік. Ақтау өзінен қаладан келдік. Неше Ақтау, Атырау, Сағыздан келдік жалпы. арасы неше сағат? Арасы бар ғой 368 километр тікелей. 40 минут жамыз көп болса. Қараңыздаршы, біз Семейден 4 сағат ұшып келдік қой. Ана, Ақтауға дейін, мысалға айтып отырмын да, сіздердікі екі ортасын жалғап тұрған құр теңіз ғана қой, Каспий болды. Дұрыс қой, е? Бергіше еді. Аға, Алла қаласа, қазақтарға, бауырларымызға жеңіс тілейміз. Келгендеріңізге көп-көп рахмет, алғысымыз шексіз. Қазақтардың бойда ғана емес, тойда ғана емес, өмірде басымыз бірігіп жүре берсін. Аумин. Асу және Бекзат алға чемпион. Қазақстан алға жалпы. Бірінші рет па негізі? UFC-ге бірінші рет келіп тұр. Атмосфера қалай екен? Атмосфера кәдімгідей. Қазақстанда өтуге қалай? Сол Қазақстанда болса Қазақстан келіп қалаймыз. Бір жағынан мен ойла. Қазақстандан осы UFC-ді күтеміз. Бір жағынан ойлап қоямын, біздікілер ертең Қазақстанда өтетін болса, үлкен жерге ұйымдастырмаса қазақтардың өзі алып қояма деп ойлаймын билетті. Туристерге қалмай қалады деп қояма. Жаңағы аренаның өзінде 50% қазақ. 50%. 50% қазақ. Қазақтар жасай берсін. Міне, қай жақтан келіп отырсыз брат? Семейден. Өзіміздің аға. Қазақстан алға. Қай жақтан? Ақтаудан. Ақтаудан келіп. Ақтау қаласы. Қазақстан алға. Братан қай жақтан? Ақтаудан. Қазақстандағы міне әр дүниені ең алғаш бірінші болып шығарып отырады да бауырларымыз. Міне осыны шығарып отырған міне жігіттер. Бауырымызға Алла разы болсын. Келіп UFC-ға бір апта болып, бүкіл ана енді мен айта алмай бес тастаған кезде де ана жаққа ыстық бізге свежий ана бүкіл дүниені тарс еткізіп шығарып беріп отырған жігіттердің бар монтажын бәрін жасап беріп отыр. Оның бәрі моментальный, ол қиын негізі. Міне осыған тіркеліп алыңыздар, 5000 теңге беремін деп шәкет кетсін. Ютубтан көресіздер, Ютубтан, иә? Иә, Ютубта бар. Инстаграмнан да, Ютубтан да қарайсыздар. Мына жерге қол қояды, авто көріп. Жерге суретке түседі. Асу қайда? Алиби Асу қайда? Бар ғой. Нұрсұлтан бар бұл жерде, бәрі бар бойысы. Керемет мынау дейді. Лученко. Бізге Асу толпыншы Алиби. Бізді қазір Хилтонға барып сұраттым. Автограф алып аламыз ба? Хилтонға сәл қиындау. Ана яқта не кішкентай мына осы местный балалар не істеп алған да? Шұбырып алған да? Жалпы енді автограф ба? Кім? Дайындап келгенбіз ғой бала. Бала дайындап келген ба? Жо, бермеді ма? Еркош. Жоқ, әлі кездеспей жатыр. Мына бала Семейден келген екен. Жоқ, біз Астанадан келдік. Астанадан да? Сол өзі не істеген, қол қойдыртып бірдеме істеуіміз керек енді, осы жалғыз адамға. Мына қарақ, как положено дайындалып келген. Бекзат!